Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім? Сіздермен әдеттегідей менің каналымда қарап отырсаңыздар, міндетті түрде подписаться батырмасын басыңыздар. Сосын кейін менің барлық видеоларымды қарасаңыздар, кейде таба алмай қаламыз деп айтып жатасыздар. Менің видеомның бетін бассаңыздар, қасында шортс және видео деген сөздер бар. Соның видео деген бассаңыздар, менің бүкіл видеоларым шығады. Асықпай барлық видеомды соңына дейін қарап, ұнаса ұнағанын айтып, ұнамаса ұнамағанын айтып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал ендеше бүгін мен сіздерге әрі тез, әрі дәмді дайындалатын бір тағамның көрсетейін. Ол үшін маған бір картошка. Ол үшін маған міне етін турап қойдым, ұсақтау қылып. Бір сәбіз, бір сарымсақ, бір картошка және тәтті бұрыш. Тәтті бұрышымды және кесіп бастаған. Енді осыларды жақсылап тураймыз. Мен мына бұрыштың барлық заттарды төрт бұрышты етіп тураймыз. Мен мына бұрыштың ішіндегі домалақтарымен қосып тураған жақсы көрем. Сондықтан әдем етіп тураймыз. Мен барлығын турап алдық әдемілеп. Енді кеттім қуыруға. Алдым. Енді сарымсағын саламын. Негізі еттен тұрған кезде томат салғанды онша көрмеймін. Бірақ бүгін салам. Бұрышын, морковын бәрін сала салам. Үйдім. Күшті болып қайнап жатыр. Давай. Құрметті көрермендер, еті қуырылды, пісіп жатыр салмасы. Енді мынау ашыған нан. Сіздер ашыған қамыр дейсіздер ме? Нан десем, анжылма қамыр айтып жүр. Неге қамыр деп айтпайсыз деп. Енді ол диалект сөз ғой. Әркім өз облысында, өз ауданында қалай айтады, солай айтыла береді. Диалект сөз. Сіздердің кейбір сөздеріңізді біз ұқпаймыз. Біздердікі сіздерге бір қызық болып тұрады. Мен осы әлі күнге дейін шили деген сөздің мағынасын ұқпаймын. Сол секілді ғой енді. Мынау ашыған нандарды өстіп домалақтаймыз. Жалпы мен нанмен связанный тамақтарды жақсы көрем. Тоқ тамақ. Міне нандар дайын болды. Енді оны саламыз. Еті пісті, картошкасын салдық. Енді және де нандарымызды осының бетіне қоямыз. Нан сүр. Тамағымыз әзірленді. Етіп саламыз. Салып болғаннан кейін бірақ